Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? 7-ші сабақтың тақырыбы. Мен кеме құрастырамын. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздерге назар аударайық. Не істейсің? Что ты делаешь? Кеме құрастыру. Собирать корабль. Айтылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. 21-ші бет. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, оқы. Үлгіге назар аударайық. Менің. Қажетті сөз, ключевые слова, атым. Менің атым. Әлібек. Менің атым Әлібек. Келесі, мен кеме құрастырамын. Менің көп нүкте, многоточие. Қажетті сөзді қоямыз. Менің қажетті сөз әдемі. Әнел қажетті сөз құрастырады. Саша үйді не істейді? Қажетті сөзді қоямыз. Айтылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қояды. Бірінші қажетті сөзді табады, 1 балл. Екінші қажетті сөзді табады, 1 балл. Үшінші қажетті сөзді табады, 1 балл. Төртінші қажетті сөзді табады, 1 балл. Сөйлемдерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды, 1 балл. Жазылым тапсырмасы, екінші тапсырма, 22-ші бет. Бағанағыдағы сөздерді сәйкестендіріп жаз. Үлгі. Мен кеме құрастырамын. Келесі, Саша не істейді? Ол, Анна, оның, сен не істейсің? Қажетті сөздерді бір-бірімен сәйкестендіреміз. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Бағанадағы сөздерді сәйкестендіріп жазады, 3 балл. Орфографиялық нормаларды сақтап жазады, 1 балл. Сөйлемдерді қатесіз жазады, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.